Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Жұлдыз каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен жұмсақ болып шығатын ашыған қамырдан жасалатын пирожкидің рецебімен бөлісемін. Сіздер каналға тіркеліп қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Керекті азық-түліктердің тізімі мен жасалу жолын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Алдымен шұңғыл ыдысқа жылы су құямыз. Су міндетті түрде жылы болу керек, ыстық болмау керек. 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Бес ас қасық майонез қосамыз. Бір кішкентай пакетпен құрғақ ашытқы қосамыз. Үстіне сұйық май құямыз. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант қосамыз. Шамамен 1 килограммдай ұнды аз-аздап қосамыз. Мен қалақшамен немесе қасықпен араластырамыз. Одан кейін қамыр біріккен кезде қолымызбен илейміз қамырды. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілу үшін. Салмасына суға піскен картопты езіп, пюре жасаймыз. Ашып дайын тұрған қамырды кішкентай дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Мен 60 граммнан бөлдім. Сіздер одан кішкене бөліктерге бөлсеңіздер де болады. Осылайша бөлінген қамырларды 20 минуттай тындырып қоямыз. Содан соң ішіне салмасын салып, екі жағын жабыстырып біріктіріп түйеміз. Дайын болған пирожкилерді табаға салып, тағы да бір 15-20 минуттай күтеміз. Қамыр көтеріліп әдемі болған кезде үстіне жұмыртқа жағамыз. Пирожкиді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Шамамен 20-25 минут. Өзіңіз духовкаңызға қарай уақытын белгілейсіз. Мінекей пирожки дайын болды. Әп-әдемі жұмсақ болып пісті. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз. Келесі видеоларда кездескенше аман болайық.